тапсырмасы түсінікті ме? Жарайды, жақсы. Онда келесі сабақта сендерден үй тапсырмасын күтемін. Біздің қоғамда жылы жүзді, жақсы сөзді болу қымбатқа түсіп тұр. Әлеуметтік желіде әртүрлі бейне жазбаларға адамдар ауыр айып тағып, балағат сөздерін, тіпті қарғыс сөздерін қарша боратып жататын ащы да болса ақиқат. Тіпті қателескен адамның өзіне жақсы сөзді айтып, оның дұрыстап алуға болатындығын білуіміз керек. Сондықтан әркім өз сөзінің авторы. Жақсы сөздеріңді айтып, жақсы сөздеріңді жазып, адамдарға арнап жүріңдер, айналайындар. Жылы сөз адамдарды қуантады. Жақсы комментария қоғамды түзейді. Думай о хорошем, и хорошее случится с тобой. Бір-бірімізді сыйлайық.